Бүгін қала әкімдігінде Түркістан қаласының әкімі Рашид Аюповтың төрағалығымен апта қорытындысы сарапталды. Оған қала әкімінің орынбасарлары, қала әкімі аппараты, дербес бөлім басшылары, мемлекеттік қазынашылық кәсіпорын директорлары, аумақтық мекеме басшылары қатысты. Апталықтың күн тәртібі бойынша 2019-2020 жылу беру маусымына байланысты атқарылып жатқан жұмыстар қаралды. Жоғарғы қабаттарына жетіспейді. Себебі астыңғы қойған насостары, сол тұрғын үйдің насостары бүгінгі таңға жарамсыз, күші жетпейді. Оны да біз жаңағы өз есебімізден ауыстыра алмаймыз дегенмен, себебі оны жаңағы уақытысында берген компания бар, КИК, Қазақстанский ипотечный компания. Солардың есебімен ауыстыру керек. Оларға да біз жаңағы ескерту хат жолдадық. Жылу біз тарапымыздан беріліп тұр, бірақ жоғарғы қабатына жеткізу насосы жарамсыз. Жеткізіп, қуаты жетпейді жеткізуге. Істеп тұр, бірақ қуаты жетпейді. Қанша болып жатыр температура? Біз котельняден шыққан температураны 62-ден түсірмей ұстап отырмыз бүгінгі таңда. Ал енді жаңағы 9 қабатты екі үйдің жоғарғы жақтарында 23-24-тен асып. Себебі ол жаңағы насоспен ары қарай жоғарғы айдайды. Насостардың қуаттылығы жетпейді. Алдағы болжам қандай? Алдағы ауа райында біз жаңа айтып ең соңғы бізде қалған 25-ші, кешегі 41-ші домда айтқандай 45-ші домға комиссияны барып, кешегі әлеуметтік желіде бізге тыныштық бермей жатқан Денис Шевченкомен жеке кездесіп, оны подвалына түсіріп, әрбір квартираны аралатып, әрбір квартираның ішіндегі планировканың бәрін өзгертіп тастаған өз-өзімен жеткіздіріп, оның жауабын ішкі саясат бөлімі арқылы әлеуметтік желіде өзіне жарияладық. Одан бөліп, облыс әкімінің блогына түскен сұрағына официальный хатпен жауап берді. Өзі жетті, ол өзі жаңа уәде берді. Астына комментарий жазам, да өздерінен жителдерден екенін, планировканың бәрін өзгертіп тастағанын бәрін дәлелдеп қойып берді. Дегенмен біз оны бүгінгі таңда тоже түзету жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Қарап тұрған жоқпыз. Квартираның ішіне кіріп кетті. Тұрғын үй коммуналдық бөлім басшысы қалаға әлі де 600 тонна көмір отыны жетіспейтіндігін, оның жақында жеткізілетіндігін баяндады. Қарашаның 29-ында орын алған жылу жүйесіндегі апатты жағдайға байланысты атқарылып жатқан шараларға тоқталды. Апталықтың күн тәртібіне шығарылған екінші мәселе әзірлеген жобалық сметалық құжаттар және 2020 жылға бюджетке ұсынылған нысандар туралы баяндама тыңдалды. Жаңағы әкімшілік іскерлік орталығындағы 14 көпқабатты тұрғын үй құрылысы бойынша. Бұл жерде жаңағы бірінші сараптаманың бірінші этапы бойынша өзіңізге белгілі қорытындысы шығып, қазіргі таңда толықтай қаржысы игерілді. Осы 3-4 күн болды. Екінші этабы да шықты қазіргі таңда 14 тұрғын үйдің. Үшінші этабы бойынша келесі жылға қазіргі таңда Астанамен жұмыс жасап жатырмыз. Өткенде өзіңізге белгілі жаңағы договорға тұру кішкене кедергі болып жатқан болатын. Сол бойынша енді қазіргі таңда 3 жақты меморандум бойынша жұмыс жасалып жатыр. Ал қаржысын жаңағы жобалаушы мекеме тарапынан сол бойынша қазір шешу жұмыстар жүргізілуде. Үшіншісі жаңағы сол 14 тұрғын үйге қарама-қарсы 10 тұрғын үй, жаңағы Матайбековтың үйлері бойынша. Бұл жерде де жаңағы бірінші этабы бойынша сараптама қорытындысы шықты. Ол бойынша да ақшалар толықтай игеріліп, қазіргі таңда екінші этаптың жаңағы сараптама қорытындысын алуға жұмыстар жүргізілуде. Бұдан кейін ағымдағы жылы атқарылған жол жөндеу жұмыстары және 2020 жылы атқарылатын жұмыстар туралы қалаішілік қоғамдық көліктерінің жаңартылуы бойынша іс-шаралардың орындалу барысы қарастырылды. Майкөт көшесі, Майкөт көшесінің ары қарай жаңағы біздегі жобадағы Майкөт көшесі мен Ерубай көшесінің аралығын қосатын жол. Сізге ұсынып отқаным, өткенде көрсеткенім, мынау Қазекбе көшесі мен Жарылқа көшесінің аралығындағы жол. Ол да жаңағы малый кольцевой сияқты болып тұрады бізге. Мынау Жарылқа көшесі бізге қазір малый кольцевой ретінде тұр қазір. Мынау қаланың ремзавод аумағынан Жарылқаптан түзу келеді. Қазекбе көшесі бері қарай қосуға болады. Ол жаңағы көлік инфрақұрылымын жеңілдетуде өз әсерін тигізеді деп отырмыз. Қалай темір жолдан қалай өткізесіз? Майкөт көшесінде ол жерде темір жол жаңағы бір нысанға ақ жол мен Нышердің тупигіне баратын ғана темір жол көп пайдаланымда емес. Оны
деңгейін түсіріп жол өткізуге болады. Бірақ ол жерде 52 сом құю керек. Бір жақты көше тарды, соны бір жақты бетін бұзуымыз керек, 4 бала салу үшін. Қалғандардың бір іске асырылған жобалар. Жалпы қанша болады осы? Менікі Майкөттің бер жағы 6,5 километр, ал Ерубайға қосатын жағы 1,8 километр. Одан бөлек тағы да Ілияс Қожабаев деген тағы бір жобамыз бар. Ол дайын жоба, бірақ ол жоба 2,2 километрдің бір шақырым аумағы адысының аумағына келеді. Ол мына жерде картаға түсіп берген. Ол адысына келетін аумағын қысқартып, жаңағы 1,1 километр аумағын жүргізуге болады. Аппарат отырысында бұдан басқа да қаланы абаттандыру жайларының барысы талданды. Оның ішінде көшелерді жарықтандыру, жаяу жүргіншілер мен велотротуарлар, жол белгілер мен бағдаршамдардың жаңғыртылу жайы тыңдалды. Қала әкімі сала басшыларына айтылған жайлар бойынша нақты тапсырмалар берді. Ескендір Ертай, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.